Bödeне soyатын кезде мынандай қағидалар бар да, короче. Bödeне соясыз, бисмиллахыңызды айтып, мына құбылаға қарап, содан кейін мынандай атыс бар, короче. Салып қоясың, басымен төмен қарай. Ине ана қан аға береді, төмен қарай. Ұстап отпайсың да, қолыңда бір үштік, екі үштік ұстап, объеммен соятын болсаң, осындай істеп алсаң жақсы. Одноразовый десең деп отыр. Осындайлардың заводскойларда бірақ мен осындай істеп ала беремін қолдан. Әр кезде сойған сайын. Сосын бөденені бүгін соятын болсаңыз, бір күн алдын, короче, алдында жемін полный алып тастайсыз, тек су беріп қоясыз, болды. Содан кейін сол кезде іші тазарып, сөйтіп барып сойғаныңыз жақсы айтыпсыз. Ашықтырмай соятын болсаңыз, ішінің бәрі боқ-боқ болып, етіңіздің бәрі ластанып кетеді. Сосын бұларды мынадан сойып болғаннан кейін сондай ыстық суға не істеймін. Мен осы кезде ана суды қайнатып әкеліп тұрмын, қазір күтемін шамалы басылғанын. Примерно 65-70 градус болған кезде, анда не бар, менде температура датчигі бар, соған салып көремін, ән жауап тұрған. Сонымен салып денесіндегі жүнін, етін жұмсартып аламыз, бір жұмсартып ше, денесіндегі жүндерді ше. Сосын мына аппаратқа саламыз, мына аппаратқа салғанда мына ортасы айналатын. Мына сыртына жүнін бәрін алып тастайды. Мусорлардың бәрін жақтан шығып отырады. Алдына шелек қойып қоямыз сол sıраға. Сөйтіп күшкілерді жуып, мынадан алып аламыз да мына атыс бар міне. Осының ішіне салқын су қойып, соған салып қоямыз. Осының ішінде салқын суда тұрады шамалы. Содан кейін шек қарын ақтарып тазалаған кезде де оның да өзінің жолдары бар, қалай тазалау керек, не істеу керек, оған да бір отдельно видео түсіріп көрсетіп беремін, Құдай қаласа. Бірақ пока что осы кішігірім немен бөлісіп қояйын деймін, білген, көрген, ойға түйген нәрселермен. Сосын неғақан негізі не істеуім керек қой, осы жақта союым керек қой. Мен негізі осы жақта сондай бөлмеге арнап атқандық, мен пока бұяққа брудерлерін қойып жатырмын, ана жақта дайын болмағаннан кейін. Ертең бір апта 10 күннің көлемінде осы жаққа кіреміз, Құдай қаласа ет соятын бөлме болады. Мынау бүгін адлерский балапандарым шығып жатыр деп айтып едім міне. Міне қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Адлерский сирийский балапандар. Сондай балапандар шығарып береміз, лично керек болатса. Жалпы сондай бөдене туралы кішігірім лайфхак, енді лайфхак деп айтамыз да қалай екенін білмеймін, бірақ енді осылай соямыз енді. Барынша санитарный нені сақтап, содан кейін жаңағы бөдене етін қалай дайындау керек, қалай не істеу керек, қалай охлаждать ету керек, бәрін айтып түсіндіруге болады. Оны келесі видеоларда айтып беремін, если лайк басып, комментарий жазып қолдап жатсаңыздар. Міне бізде мынау екеуі солай тұрғыда қаласа. Сол аманшылықта.